Қайырлы таң. Бүгін таң сағат 7 сәуір 2025 жыл. Алматы әлемдегі ең сұлу шаһарлардың бірі. Менің Алматы туралы түсінігім ақындардың жырларынан, әнші композиторлардың әндерінен, жазушылардың шығармаларынан қалыптасқан. Ал шын мәнінде көзбен көріп, қолмен ұстаған Алматының адамға сыйлар сезімі ол бөлекші. Мұқағали Мақатаев не деуші еді? Жиылып, ой қазағы, қыр қазағы жиылып, Алматыда жыр жазады. Біреулер жырыменен сарай соғып, біреулер жырыменен ән қазады дейтін. Алматы қазіргі заманда өзінің әдемі келбетімен барлық жанды баурай алатын құдіретке еніп келе жатыр деп айтуға болады. Сондай сезімдерден туған бір өлең еді. Көрмей баспай топырағын, нуында бір шаһар бар сіңіп қалған ұғымға. Нұрғисаның әні болып самғайды ол шығыс батыс үрімменен Қырымға. Жұтпасам да жұтқандаймын ауасын, оймен кезем Алатаудың сағасын. Төлегеннің дүркіреген жыры бол, ертелгіш біздің есті аласың. Есіміңе мен ғашықпын кешеден, жазғым келген неше әуен неше өлең. Дүркіретіп көшіп өткім келетін Мұқағали есіп өткен көшеден. Есентайға ессіз ғашық болғандай, ерке күнге елжіреген гүл қандай. Қаймаңайда отырды екен Есағам, жырын оқып, құс қанаты талғандай. О Алматы, өзің жайлы жыр теңіз саған қарап, көңіл мұңын сілкеміз. Айтып болмас Алатауда биік көп, бізді дағы бір биікке сілтеңіз. Алматыда аңыз қып айтар керемет дүниелер өте көп. Кезегі келгенде оны бір-бірден айтып беретін боламыз. Сіздерге тек қана жақсылық тілейміз. Достармен бөлісіп, маған тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.